Алейкум салам ва рахматуллах ва баракатуху. Ораза ұстайтын кезде, Рамазан айында екі нәрсе мұстахаб болады. Бірінші, сухур, яғни сәрісін жейтін кезде кешірек жеу абзал болады, мұстахаб болады. Тағы ауыз ашар кезінде ауызды тезірек ашу, ол да мұстахаб. Себебі пайғамбар саллаллаху келетін хадис бар, имам Термизи Сахл ибн Саадтан келтіреді. Пайғамбар саллаллаху айтады: "Ла язалун нас би хайр ма аджалул фитр". Адамдар әрқашан хайырда болады, қашан фитрда аузын ашатын кезде асықса дейді. Тағы Абу Хурайрадан да осыған ұқсас хадис бар. Алла Тағала өз құлдарын жақсы көреді, қашан фитрда аузын ашатын кезде тезірек ашып асығатын болса дейді. Енді бұл ауыз ашарда тезірек ауызды ашып, тезірек дегенде бұл уақыттың кіргеннен кейін, уақыттан бұрын ашып қою деген мағынада емес. Бұл уақыт кіргеннен кейін оны кешіктірмей ашуды жақсы біледі, абзал біледі, сауапты біледі. Енді оның себебін айтады. Хадисте Наби саллаллаху алейхи айтады: яхудилер, насранилер, олар кеш ашады дейді оразаларында. Енді оларда да ораза болып тұр ғой, Құранда да айтады ғой, кама кутиба алаллазина мин qablikum дегендей. Яхуди, насранилер ауыздарын уақыт кіргеннен кейін, біраздан кейін ашатын болған. Бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху сүннетіне амал жасауды шақырып жатыр, яхуди, насранилердің сүннетінен қайтарып жатыр дейді. Имам Термизидің кітабын қарасаңыз, бұл мәселеде жақсы көмек береді иншаллах.